шеңберіміз мықты, берік болсын деп, біз бір-бірімізбен жақсы танысып алайық алдымен. Мысалы, мен өзімді атымды және өзіме тән бір жақсы қасиетімді айтсам болады, иә? Мен Луиза, Мелектің мамасы. Өте кешірімдімін. Мен Арайлым, Нартайдың мамасы, өте бала жағым. Мен Диана, Раяның мамасымын, өте ақ көңілмін. Мен есімім Динара, Айсұлтан, мен Айселенің анасымын, қарапайым. Жақсы, тамаша, ата-аналар, өте қуаныштымын сіздермен танысып, бір-бірімізбен осылай танысып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Ортаңызға жайғасаңыздар болады. Пазлдарды құрастырып, бір баланың тәрбиесіне Баламды 5 жасқа дейін қандай көтер, 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15-тен ары онымен досындай ақылдас дейді. Одан кейін 15 жасқа дейін құлындай жұмса дейді. Бұл жерде жаңағы баланы еңбекқорлыққа, ақ пен қараны ажыратуға үйрету керекпіз. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырату керекпіз. Соны ажыратқызу үшін біз ата-анаға жалпы аманат қой, бала. Өзіміздің балаға біз соны түсіндіріп үйрету керекпіз дейді. Жастығым балам дейді, ақылды бала, ай күнім анам дейді. Одан мен түсінгенім, әрбір ана баласы үшін өмір сүреді, ал бала ақылды болатын болса ғана анасының шынымен де істеген жақсылықтарын, ақшашты ана жастығым балам дейді, барлық жастық шағын баласына бергенін түсініп, баласы да анасына мейірімді болады деген түсініп. Әйеліңіздің бәрі кейін өздеріңізге үлкен бір сый болып қайтатынын білесіздер, иә? Алып, артындағы тілектерін сіздер туралы қысқаша мәлімет, соны алып оқысыңдар болады. Бір-біріңізге. Бәрін жазғанда сіздер. Айсұлтан сәндеп қойды оны ойыншықтармен. Оқып, баспай оқып отырсаңыздар болады. Мен ары қарай айта берейін, иә? Ерекше екенін түсіндіңіздер. Екі топқа екі мынандай қағаз берем. Сіздер осы бала тәрбиесінде қандай жаңағы нәрселерді жасауға туралы өздеріңіз кластер құрып жазып жүрсеңіздер. Бір нәрсемен, көп нәрсені бір нәрсемен бүгінгі тақырып аяулы алған тақырыбында жалпы ата-аналар жиналысы болып жатыр, иә? Қараңыздар, бізде баланы тәрбиелеудің қажеті жоқ, өз-өзіңді тәрбиеле деген сөз бар. Ешқашанда біз балаға былай істеме десек, ол істеме деген нәрсені істеуі мүмкін да. Егер біз өзіміз соны істемей, телефонды біз таңнан кешке дейін қарап отырсақ, ол міндетті түрде анашым өзіміз де қарап отырсыз ғой дейді, зиян бар, көз келеді біз. Мен ойлағаным ғой, біз өзіміз ағаш болсақ, бала майса құрақ қой, біз жерге ағаш болсақ, балада бұзылған жемісін ала алмаймыз деген сөз ғой. Асыл ердің баласы аз сөйлеп көп тыңдайды дейді. Бірінші ата-ана өзін тәртіптеу керек, баланы тәртіптеуден алдын. Ата-ана өзін тәртіптесе, бала ата-анаға қарап тәртіпті болып өседі. Мен Açayım mı? Olur.